Жақын туыстар туралы даналық сөздер. Туыстарды алыстан көрген жақсы. Ешқашан туыстарыңызды жақсы танимын деп айтпаңыз, егер олармен дүние мүлік байлықпен бөліспеген болсаңыз. Туысқандар мен туыстар мүлдем басқа екі сөз. Кейде өмір кімнің туыс, кімнің дос екеніне күмән келтіреді. Бай болу үшін бай туыстар керек емес, жақсы туыстар керек. Көпшілігімізде жынды туыстарымыз бар, ал көбіміз туыстарымыздың көзінше өзіміз жындымыз. Егер сіздің туыстарыңыз немесе достарыңыз сізге ұзақ уақыт қоңырау шалмаса, онда оларды бәрі жақсы. Ақша керек болса, бөтен адамдарға барыңыз. Кеңес керек болса, достарыңызға барыңыз. Ал егер сізге ештеңе керек болмаса, туыстарыңызға барыңыз. Туысқандар қиын, бөтен адамға не деймін? Жалпы адамдар туыстарына қарсы одақтас болу үшін үйленеді. Әйелімнің туыстарының ішінде көбінесе өзімді ғана ұнатамын. Адамды туған туыстары соттамайды. Әйтпесе біз залым боп қалар едік. Жақсы келін кездессе, қызы сияқты болады. Кімге жаман кездессе, ұлдан айырылды деп айтуға болады. Біз бәріміз жақын адамдарымызға жақсылықты қалаймыз. Бірақ олардың өмірін бұзуына жол бермеуіміз керек. Бөтен адамдардан гөрі жақын адамдармен араздық әлде қайда ауыр. Соңғы рет жаназа күні ғана туыстарыңызды мазалайсыз. Сіз тек әйелге ғана емес, оның туыстарына да үйленесіз деп айтуға болады. Байлықта дос көп, кедейлікте туыс та жоқ. Егер сіз өзіңіздің туысқандарды барлық кемшіліктермен қабылдай алмасаңыз, басқа біреу содан кейін сізге керек емес. Шынайы қамқор туысқанның сирек кездесетінін есте сақтаңыз.